Жақсы, жалғастырамыз. Қазір бір қуантатыны, қазіргі таңда шетелде оқып жатқан, жұмыс істеп жатқан қазақтар өте көп қазір. Басқа елге барып, жалпы тәжірибе алмасып жатқан. Солардың бірі, менің бір досым, күндердің күнінде оңтүстік Кореяға кетті, жұмыс жасауға сол жақтан. Сөйтіп енді бір 2 жылдай болып қалды сол жақта жүргеніне. Былтыр жазда маған звондайды, Тұрсынбек, осылай бір әріптестерім кетіп баратыр еді, жаңа кәрістер, оңтүстік Корея ғой енді. Соларды бір қарсылап алып, өздері бір 2-3 күн болады, бір күн қасында жүріп, бір Астананы көрсетіп, не қылыш, переводчиктары бар, уайымдама деді. Сосын жақсы енді көрейін дедім. Сөйтіп 17 кәрісті қарсылап алдым. Негізі былай енді өзіміздің де кәрістер бар ғой. Бірақ ана өздері оригинал кәріс басқаша болады екен. Негізі біздің кәрістер, біздің мына орекеңдер, басқа ұлттар мына қазақтың арасында тұрғасын ба, бір қазақ болып кеткен, біздің мінезіміз секілді, өздері былай түрлері басқаша болғанмен. Олар оригинальный кәрістер басқаша екен. Мен осы уақытқа дейін мына кәрістің, Қытайдың, Жапонның тілдері бірдей ме деп жүрсем, сөйтсем сонда түсіндім, тілдері басқа екен. Мына Қытай сөйлегенде бір айғайлап, айналасында ешкім жоқ секілді. Сосын бір тез сөйлейді ғой, деп түсінбейсің. Ана кәрістер сөйлегенде бір түрлі бір еркелеп сөйлей ма, әлде бір жылап тұрып сөйлей ма, бір түрлі өздері сөйлегенде. Олардың сөйлегенде былай сөйлейді екен. Ана переводчиктен сұрайын, олар былай жылап жатыр ма, сөйлесіп жатыр ма, көздерінен жас шықпайды ғой деп. Қызық енді өздері. Сосын бір несі бүйтіп алып күле береді екен бетіңе қарап. Аналарға қарап бар ғой, енді өзің серьезно қарап тұра алмайсың ғой енді. Олар күліп тұрғаннан кейін сен де күле бересің бар ғой. Бетің ауырып қалады екен әрбірден соң бар ғой, жағың ауырып жағы. Сөйтіп енді не керек, автобусқа отырғыздым, қарсылап алдым Hyundai-мен өздерінің автобустарына. Сөйтіп Астананың аралатып, жаңағы жүрім ғой енді, ан жерге апарып, мін жерге апарып, 17 кәріс, автобуста қазақ, шопыр, мен қазақ, қалған бәрі кәріс. Жаңа енді жақсы жерлерге. Сосын байқаймын, бірақ түрлерінде андай бір таңғалып тұрған бір әсер көрмеймін да. Бір түрлі. Сосын ана переводчиктен сұрадым, олар былай, бұрын келіп пе еді Астанаға десем, жоқ, бірінші рет келіп тұр дейді. Бір түрлі андай бір таңғалып жүрген жоқ қой десем, бұлар енді Сеулдан келіп тұр ғой дейді. Сеул білесіз енді, оларда да ұзын үйлер бар, оларда да әйнектен салған әдемі ғимараттар бар. Деп енді ішімнен не қылдым енді былай. Сосын айттым, ертең қолдары бос па дегем. Бос, олар ертең ары күні бір жиналыстары бар дейді. Ертең бір табиғат қалып шығайын бұларды дедім. Қазақтың даласын көрсетейін, Бурабайға апарайын деген ойым ғой жаңағы. Сөйтсем, бола боспыз деп шыға келді. Деп природың шошып кетті, қуанып кетті кәдімгі. Екінші күн таңертең Hyundai келді. Отырғызып алып, қаладан шықтық. Шыққанымыз болған жоқ, тек 15 километр ме? Шықтық. Дамсаға жеткен жоқпыз. Аналар шулап қойып берді автобустың ішінде. Деп мен шошып кеттім бар ғой. Не болып қалдыңдар, неге алып шықтым? Шопыр қазақ, мен қазақ. Сөйтіп не керек, аналар бір автобус тоқтады. Не болды десем, есік аш деп сұрап жатыр дейді. Бір жан ойлап қоямын, шықпай жатып, қысылып жатырмын, бұларға не болып қалды деп жаңа. Сөйтіп есік ашылып еді, 17 кәріс 17 жаққа жүгірді ғой. Деп, переводчик не болып жатыр десем, сөйтсем айтады, мынандай теп-тегіс даланы бірінші рет көріп тұр дейді. Расымен, біздің қазақтың даласын көріп таңғалып жатыр. Біз ана басқа жаққа теңіз көрсек таңғаламыз ғой. Корабльді қара, вау деп, олар даланы көрмеген екен бар ғой. Біз Қазақстан 9-шы орын алсақ, жер көлемінен, олар 109-шы орын алады екен. 51 миллион халық тұрады сол жерде. Жер жоқ, айналасын бәрі теңіз, бос жерге ұзын үй салып тастаған. Маған айтады, сендерде жер көп қой, нағып ұзын үйлер салғансыңдар дейді. Мен айттым, просто прикол үшін салып жатырық біз жағы. Бір енді әдемілік үшін, енді бір сондай бір сыймай атқан ештеңеміз жоқ былай енді. Мә деп, аналардың түрін көрсең даланы көрді. Деп, мен айттым, деп жағы, біздің жер ғой осындай деп атымды, аналар таң, мынандай біздің қазақтың жері күшті ғой. Мен айтам, ты что, автобустың ішіне шығып қарасың да деп тегіз іштегі көрінбейді деп атырымды. Аналар таң қалып қалды. Не деген керемет, жер жап-жасыл, күшті кәдімгі. Аналардың қасына тұрғанда бір мақтанып тұрады екенсің, ана жерден жалғыз өзің қорғағандай кәдімгі бар ғой. Деп енді әр қазақ сөйтетін шығар деп ойлаймын. Аналар өздері эмоциональный болып кетеді екен кәрістер. Болмайтын затқа таң қалады екен. Біз шетелдің қай жеріне барсақ та таң қалмаймыз. Біз даже бар ғой, краб көріп жатсақ та, медуза көріп жатсақ та, біз күнде көріп жүрген адам секілді бүйтіп, күшті екен, жақсы екен, көргенмін кітаптан деп қойып жүре береміз ғой біз.
олар ондай емес екен, бірақ олар эмоциональный болып келеді, әр нәрсеге бәрі жүгіріп келеді, телефондарын түсіріп, сонда ана жусанды көріп қой, шөп бар ғой, шөпті көріп, дейді, мен айтамын, чинада деп жаңа. Қызық енді шөпті ұстады ма, жеді ма, күн ұзақ далада жүрді, отырды, энергия алды ма, жатты ма, құрсын әйтеуір бірдеңе істеді. Сөйтіп кешке қарай ең қызығы күн батып барады еді бүйтіп. Ана кәрістер кәдімгі. Деп переводтан сұрады, тыныштық па, не болып жатыр деп жаңа. Сөйтсем айтады, күннің батқанын көріп жатыр дейді. Мен айтамын, күн жалғыз бізде ма Қазақстанда? Оларда да күн бар ғой деп. Сөйтсем, Сеулда тұратын кәрістер күннің батқанын көрмейді екен. Ана ұзын-ұзын үйлер күнді төбесіне келгенде көреді, бұла қарай кетсе, ғимараттардың ар жағына көрмей қалады екен. Сосын теңізге батқан күн бұлдырап бит батады екен. Біздікі теп-тегіс далаға жүрген. Күннің өзі бұлдырап батады екен, қап-қызыл болып. Аналар көрмеген ғой, соған таң қалып, бірінің үстіне бір шығып жаңағыдай бір. Мен айтам, немене шулап жатсыңдар, таңертең шығады мына жақтан ол күн жаңағы. Өз заң сондай ғой, айналып тұрады ғой, неге шулап жатсыңдар деп. Сөйт бекер айттым, таңертең 4:30-да тұрып, сол күннің атқанын көрді шулап отырып. Ішімнен ойлап қоям, бір агентство ашып қою керек айдым, туристический. Кәрістерге күннің атқаны мен батқанын көрсетеміз. Welcome Kazakhstan деп жаңағы. Еще бір трейбл ашып қою керек. Ату-бату деген қысқа нұсқа жаңағы. Сөйтіп ана кәрістің ішінде біреумен сөйлесіп жүрмін, ішінде жетекшісімен таң қалып жүр. Мынандай керемет жерлерің бар, қандай бақыттысыңдар. Мен мынандай бірінші рет таң қалып тұрғаным. Осының алдында Лондонда бір картиналардың көрмесіне барып едім. Соған таң қалып жүр едім. Мына мен қазақтың даласын көріп, бірінші рет мынандай таң қалған жоқ, мынандай әсер алған жоқпын дейді. Сосын айтты, мен біз енді қызығу үшін жақсы көреміз ғой. А Лондонда қандай картина деп сұрадым да. Сөйтсем айтады, бір картина дейді. Ең арзаны $2 миллион деді. Ана телефонына түсіріп алған ғой фотоға, соны маған көрсетіп жатыр. Кәдімгі ашып қойып, дейді, маған күшті ма деп сұрап отырған шығар деп ойладым. Мен қарадым, таң қалған жоқпын. Мен бағасына таң қалдым, бірақ картинаға таң қалған жоқ. Маған айтады, неге сен таң қалмайсың дейді. Мен айттым, мен білмеймін, біз қазақтар вообще картинаға таң қалмайды екенбіз. Басқа осы, мен картинаға таң қалып жатқан қазақ көрген жоқпын бар ғой. Сонда мен есіме түсті, мен шынымды айтсам, біз қазақ вообще картинаға деген махаббатымыз жоқ екен. Біз вообще картинаға қызықпайды екенбіз, байқайсыздар ма? Мен вообще ешқашан көрген жоқпын, бір қазақтың шетелге барып, бір картиналардың музейі бар ма деп сұрап отырған. Может, бір базар дүкен сұрайтын шығар, именно, бірақ картинаны біз сұрап барып көрейікші, Пикассоныкі ғой, жаңағы кім еді, тағы біреудікі ғой, жоқ ондай біздер. Біз даже туған күніңе біреуге картина берсе бір қазаққа, біз жыл қалғандай қуанбаймыз. Даже Пикассо болмақ түгіл, тағы Да Винчидікі болса да, біз спокойн жаңа. Мысалы үшін Қайрат жылқы беріп жатса, Бабатай жылқы беріп жатса, может, нормально шығар. Именно картина беріп жатса, біз былай аламыз. Рахмет. Ішінен ойлап тұрады. Ақшалай бере салмадым. Бұл картина не істеймін мен деп тұрамыз да, біз шынымен. Біздің қазақтың вообще картина тұратын жер үйдің ішінде, ана шкафтың артында бос жер бар ғой, сол жерге тығып жібереміз жаңа. Немесе жаңа диванның астына салып жібереміз жаңа. Біз картина іліп, не істейміз картинаға? Біз картинаға деген махаббатымыз жоқ, білмеймін не екен. Мына Астанада да біздің үлкен галерея бар, музейлер бар картиналардың. Былтыр бір барып едім, жұмыс бабымен бардым, бір көрейін деп барған жоқпын, шыны керек. Ішінде бір 2 қазақ жүр екен, и то соның ішінде жұмыс жасайтын қыздар екен. Өздері 5 екен, 3 жұмысқа келмей қалған сол күні жаңа. Сонда біз былтырларымыз, біз халықаралық көрме болғанда бізді жібереді, барып көріңдер деп. Біз солай ғой, жұмыс орнынан жібереді, барып көріңдер. Еще жерде отдел кадр тексеріп тұрады, кім келді, кім келген жоқ деген секілді. Сонда ана қазақтар ішіне кіріп жатқанда картинаға андай бір күшті болып махаббатпен кіріп жатқан көрген жоқпын. Ана басқа өзге ұлт өкілдері, енді олар сол живописпен ауырып қалғандар ғой, кішкентайынан жаңа. Ана картинаға 15 минут қарап тұрады ғой, бір картинаға. Ана картина тіріліп кететін секілді қарап тұрады. А біздің қазақтар сол картинаға қарап тұрған адамға қарап тұрады. Қызықта бізге не қарап тұр екен деген сол бар ғой. Біз вообще біздің картина ішіне кіргеннің, олар бір картинаға 15 минут қараса, біз 1000 картинаны 15 минутта қарап шығамыз ғой. Спокойно, ішіне кіріп былай қарап жүрді ғой біздікілер. Шығып кетеді болды. Өйткені біз таң қалмаймыз. Біз
өз табиғатымыз сондай, біз әр нәрсеге таңғалмаймыз біз. Ана кәрістер, басқа ұлттар эмоционально деп айтады, біз спокойно таңғалмаймыз. Ричард Третий деп көрсетіп жатыр, біздікілер спокойно. Ричард Третий. Осы ма Ричард Третий деген не? Біз даже бар ғой, Майкл Джексон тірі екен десе де таңғалмаймыз ғой. Тірі дейді десе, тірі болса болғаны өліп қалды деп еді, әйтеуір аман болсыншы деп біз спокойно жүреміз да, біз андай біз ішімізде шығар, бірақ сыртқа шығармаймыз біз бар. Біз өз сондай, табиғатымыз сондай. Сосын ана кәріске айттым, ана телефондағы фотоларын маған жіберші. $2 миллион тұратын фотолар. Мен біздің халыққа көрсетейін, қазаққа. Біз өреміз жоғар, біз анау-мынауға таңғала бермейміз. Вы что? Көрсетші, біздікілер күледі дедім. Қойшы дейді, иә дедім. Біз оны бәрі баяғыда көріп тастағанбыз, вы что? Көрсетші, мен соны телефонға жүктеп алдым, WhatsApp-тан. Мен сіздерге қазір көрсетейін. $2 миллион тұратын картина мынау. Жоқ, әрине, бұл 14-15 ғасырдағы бір шедеврлар шығар, бірақ $2 миллион. Сен қазір бір қазақ $2 миллион картина сатып алды десе, біз айтамыз, есі дұрыс па дейміз. Мына картинаны 2000 теңгеге сатып алмайсың ғой. $7 миллион тұрады мынау. Мен айтамын, мынау не мынау? Зеленка танып кеткен шығар, болды енді басқа енді. Мен мына картинаға 13 миллион деп кім айтады енді? Басы қайсы, аяғы қайсы түсінбейсің бар ғой. Мен айтамын, мына картинаны бізде бірінші класстың баласы салып береді. Еще сол үшін 2 алады ол. Сендер еще 13 миллионға сатады екенсіңдер. Мына картина қанша тұрады деп ойлайсыздар, көріңіздерші. Кім айтады? 20 миллион. Тағы 15, 50. Мен де ойлап жүрмін, осы картина Европаға барып бір сатып көрмесем ба деп. Болмайтын затқа қызығады екен, енді европейстер кім біледі, өтіп кететін шығар деп ойлаймын. Баламның стенаға салып қойған суреті ғой, қарап жүрмей жаңағы. Сол картина алып қойған. Жоқ, біз картинаға қызықпайды емес, қызығамыз. Мына Совет одағы кезінде обой шыққанша біздің қазақтың әр үйінде картина ілініп тұратын еді. Білесіздер, кілем ілініп тұрады, кілемнің үстінде фотолар болатын. Атаның, әженің, тағы бірдеңе, армиядан келген папаның суреті. Соған қарсы мынандай картиналар тұратын еді Совет одағы кезінде. Естеріңізде ма? Мына бір картина. Сосын мына бір апым бүкіл жерде тұратын еді. Кім екенін білмей кеттік. Мен қазір келесі картинаны көрсетсем, сол 100% қазақтың үйінде болды ау деймін. Мынау. 80 жылдары үйдің ішінде тұратын еді, 90 жылдары есік алдына шай ішетін верандама сарайға шықты. Одан кейін қайда кеткен білмеймін осылардың. Сонда 70 жыл бойы біз енді жаңағы орыстың 3 шалы бар, жаңағы апым бар, бұғы бар, аю бар, соны іліп жүрдік. Мен жаңа кәріске айтып жатырмын ғой, біз 70 жыл аңсаған картинаны қазір үйге ілетіндей жағдайға жеттік. Бізге басқа картинаның қажеті жоқ. Қазір әр қазақтың үйінде ілініп тұрады, төрінде ілініп тұратын картина, ол 70 жыл аңсаған картинамыз. Құранның сүрелері мен аяттары жазылған картина, ол қазақтың бүкіл үйінде тұр. Оған жететін картина жоқ. Сосын екінші картина, екі картина жақсы көреміз өзі қазақтар. Екінші картинаның аттардың шауып батырған суреті бар. 7-8 ат шауып батса, осы қарап отырып, тулап тұрамыз, қанымыз қазақ қой жаңағы. Сондай кәдімгі 5-6, ол 12 болса, вообще кәдімгі бар ғой, жақсы көріп тұрамыз. Сонда кәріске айтатын, біз осындаймыз десек, таңғалып жатыр ғой, не деген мықты халықсыздар. Да дедім, біз анау-мынауға таңғала бермейміз біз деп. Деді. Сөйтіп отырғанда біздің даланы бүйтіп суретке түсіріп тұрады. Күндердің күнінде ол Кореяға кетіп қалды. Маған WhatsApp-қа фото жіберіп қарасам, үйіне біздің жаңағы қаланың сыртындағы суретті іліп қойыпты үйіне. Әдемі қылып. Досым звондайды, не істедің аналарға дейді. Не болды десем, ауыздары ашылып келді. Қазақтың даласын көріп, керемет энергия алып келген дейді. Мен айттым, біз әлі Бурабайға жеткен жоқпыз дедім. Бурабайға біз жеткен жоқпыз. Қаланың сыртында 15 километр, олардың таңғалып жүрген жері Свалкының қасы. Ал ары қарай болатын болсақ, жағайылып кететін еді деп. Өйткені қазақтың әр жері картина, осындай еліміз, осындай жеріміз бар. Аман болсын, береке құтты болсын.